которой представлены книжки-малышки, видео, сказки, а также различные виды кукольного театра. А это наш книжный уголок. А это мои сегодняшние маленькие гости. Салимеса Зимова. Ребята, я хочу вам предложить отгадать загадку. Слушайте внимательно. Не дерево, а с листочками. Не рубашка, а сшито. Не поле, а засеяно. Не человек, а рассказывает. Ребята, что это? Это книга. Правильно, молодцы, ребята. Ребята, книги сопровождают нас с самого раннего детства. И они бывают очень разные. Книгу можно не только взять в руки, полистать, прочитать, но можно еще их и послушать. Вы все знаете сказку «Шалбасе»? Знаете? Да. Давайте мы вспомним, что же происходило в этой сказке. Я вам предлагаю вот такую вот аудиокнижку послушать. Шалбасе. Есте заманда хайуандар жылдың басы болуға таласты. Сонда жыл қайтыпты. Мен ауызды жағын қыламын, күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылыма деген арқам шіретеді. Адамға менен пайдалы мал жоқ, шалбасын мен боламын. Депті. Ребята, давайте вспомним, почему продолжила сказка. Пожалуйста, Ша. Сен адамның жұмысын қылсаң, тамағын үшін құл болдың. Ал мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық жерлерге барамын. Шалбасы болу маған лайық. Хорошо. Тебе? Адам егін етсе, мен егет, сүтімді сен қозмайдысың. Жылбасы болға мен аяқтаман. Хорошо. Дальше кто у нас? Пожалуйста. Мен болмасам, қазақ үйін менен салады. Сонымда алып тез басады. Атқан сүт ішеді, сүтімді құрт маялады. Менен пайдаларым жоқ. Хорошо. Пожалуйста, Аса. Мен болмасам, сіздердің қолында ұрлап, е болмасам, қасқыр жеп тауысар еді. Мен болмасам, таңызға бақташымын. Дұшпан өсіп үріп, абалап, иеме хабар беремін. Жылбасы болған мен лайықтымын. Так. Дальше кто у нас говорит? Я. Да, пожалуйста, Желтозай. Мен болмасам, кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен ерте тұрып, қанатты деп шақырып, хабар айтамын. Кеш болса, назар мезгілі болды деп, тағы да шақырам. Жылбасы болған мен лайықтымын. Хорошо. Пожалуйста, Бирюза. Мышка, да, у нас в конце говорила? Пожалуйста. Таластан еш нәрсе, бұл таластан еш нәрсе өнбесін. Жылды қарап тұралықтан, кім бұрын көрсе, сол жолбасы болсын. А теперь давайте мы послушаем, чем же закончилась эта сказка. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқан жылдың бәрінен бұрын көріп хабар беріп, жылбасы болыпты. Түйін мойнына сеніп, қорғалыпты. Вот, ребята, какая замечательная сказка. Вам понравилась? Да. Молодцы, ребята. А чему же учит эта сказка? Достыққа, қамқорлыққа, Раз. мейірімділікке, Раз. жақсылыққа. Молодцы, ребята. Ребята, а вы знаете, что и книги, они как люди, они тоже рождаются, живут, стареют, они также иногда болеют. Поэтому книги мы должны беречь. Ребята, большое вам спасибо за сегодняшнее посещение нашего книжного уголка. До встречи! Сау болыңыз! Сау болыңыз!